Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын сырдың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Жасалу жолы өте оңай, бар болғаны 1,5 литр сүтпенен осыншама сыр жасап алдым. Өте керемет болып шықты. Дәмді, ерекше, енді дәмінде сөз жоқ. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдыменен 1,5 литр сүтімізді осылай сүзгіштен өткізіп аламыз. Міндетті түрде қолдың таза сүті болу керек. Сонда сіздердің сырларыңыз өте дәмді, әдемі болып шығады. Осылай сүзіп болған сүтімізді газге жақсылап пісіретін боламыз. Енді үстіне салатын салмасын дайындайтын боламын. Бізге 3 жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқамызды осылай жарып аламыз. Сөйтіп оны жақсылап араластыратын боламыз. Осылай жұмыртқамызды жақсылап араластырып болған екен, 6 қасық қаймағымызды саламыз. Қаймақ, магазиннің қаймағы болса бола береді. Осылай жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай біздің сүтіміздің үстіне 1 қасық тұзымызды саламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді осыны жақсылап араластырып, қайнататын боламын. Осылай қайнап тұрған сүтіміздің үстіне енді дайындаған салмамызды салатын боламыз. Жақсылап араластырып, осылай 5 минут қайнатамыз. 5 минуттан кейін осындай түске енеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді біздің сырымыз дайын болды. Енді оны астын өшіріп, осылай сеткаға құятын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Осылай сүзіп алып, осылай сеткаға, болмаса марлыға құйсаңыздар да болады. Осылай құйып аламыз бәрін, суын сүзіп, үстінен сүзіп аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай осылай аузын түйіп, осылай жақсылап қысатын боламыз. Өте дәмді болып шығады, және де үй жағдайында жасаған екен өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бір рет болсын, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осылай ыдысымды өздеріңіз көріп тұрғандай дайындадым. Астын тесіп, енді осының ішіне салып, форма шығару үшін осылай салып бір күнге қалдыратын боламын. Осылай жақсылап салып, оның үстіне ауыр затпенен бастырып қойсаңыздар болады. Сонда бір күннен кейін осылай әдемі сыр пайда болады. Осылай енді өздеріңіз көріп отырғандай, енді оның үстіне ауыр зат бастыру керек. Мен осылай тұзды бастырып қойдым, бір күнге қалдыратын боламын. Енді бір күн уақытымыз өтті, енді осыны ашатын боламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай. Мына ашып жатырмын. Қатып әдемі болып қалған. Енді осыны кесетін боламыз. Аузын ашып. Бірінші рет жасап жатырмын. Бір жасағаннан өте керемет болып шықты. Маған қатты ұнады. Енді міндетті түрде осылай жасап беріп отырамын балдарыма. Сырды магазиннен сыр алғанша осылай өздеріңіз табиғи қолдан жасалған сырға жетпейді екен. Дәмі мүлдем басқаша болып шығады. Магазин сырын онша жемейтін еді балдарым. Осы қатты ұнады. Енді міндетті түрде осылай жасап беремін. Сіздерге де осылай жасап беруге кеңес беремін. Қараңыздаршы, өздеріңіз көріп отырғандай өте күшті болыпты.
осылай әдемілеп кесілетін болады. Үй жағдайында осылай жасап жесеңіздер болады. Көп те расход кетпеді. 3 жұмыртқа, қаймақ, 1,5 литр сүтпенен қаншама сыр жасап шықтым. Сіздер де осылай жасап жеңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріп, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Енді дәмін айта алмаймын, дәмінде сөз жоқ. Енді керемет болады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңіз көріп отырғандай, жаңа сырдан жасалған суын төгуге обалсындым. Осындай бір табақ су шықты. Енді осыны төкпей, осылай блинчик жасайын деп шештім. Мен сіздерге де көрсете салайын деп. Осыған 2 жұмыртқа жарып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне сұйық майдан 3 қасық қосамын. Оны да жақсылап араластырып аламын. Үстіне құмшекері қостым. Өйткені сырға тұз салған екен, тұзы сәл ащылау болған екен, құмшекерді көбірек қостым. Сөйтіп жақсылап араластырып алатын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осы сары суына енді жұмыртқамызды салатын боламыз араластырған. Тез араластырыңыздар, өйткені ыстық пысқауы мүмкін. Жақсылап араластырып аламыз. Енді ағарған сиырдың сүті ғой деп төгуге обалсынып, осылай блинчик жасап тастадым. Сіздер де осылай жасаңыздар. Ұным алдын ала еленген, және ұнымызға 1 қасық содамызды жақсылап араластырып алып салатын боламыз. Осылай аздан сала отырып, осылай жақсылап араластыратын боламын. Өздеріңіз көріп отырғандай. Осындай масса дайындаймыз. Сұйық емес, қою емес, өздеріңіз көріп отырғандай. Енді осыны қызып тұрған тапаншаға пісіретін боламыз. Аздан құя отырып, осылай шеті қызардау дегенде осылай екінші бетін аударатын боламыз жайменен. Өздеріңіз көріп тұрғандай қаншама блинчик пісіріп алдым. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып шықты. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.